Сәлеметсіңдер ме, оқушылар? Қазақ тілі 3-ші сынып. Бүгінгі өтетін тақырыбымыз азға қанағат ет. Мұғалім Мұхаммадиева Меруерт Багдәулетовна. Сабақтың мақсаты. Балалар, жаңа сөздермен таныс болайық. Познакомимся с новыми словами. Таға, мынау таға. Ұста, мынау ұста. Апару, апармау. Ереже, сындырып алған, сынған, сынған таға. Шие, мынау шие. Жаңа сөздерді сөздік дәптерге жазып аламыз. Есте сақтаймыз. Произнеси правильно. Таға, таға. Қандай таға? Сынған таға. Сломанная подкова. Әке мен бала. Әке мен бала. Оста, оста. Қайталаймыз, балалар. Дұрыс айтуға дағдыланамыз. Произнеси правильно и повтори. Оқы, қайтала. Прочитай, повтори. Алшы, алшы. Возьми. Шие, шие. Вишня. Балалар, бүгін біз Ыбырай Алтынсаринмен таныс боламыз. Ыбырай Алтынсарин Қостанай облысында дүниеге келген ағартушы, ұстаз, жазушы. Ыбырай Алтынсарин балалар әдебиетінің атасы. Балаларға арнап көп әңгімелер жазған. Алғаш рет мектеп ашқан, әліппе жазған. Біз бүгін Ыбырай Алтынсариннің әңгімесімен танысамыз. Әке мен бала. 56-шы бет, 2-ші тапсырма, мәтінді оқы, прочитай текст. Бір адам жолда ескі тағаны көріп, балам, анау тағаны алшы, дейді. Әке, ескі таға ғой, пайдасы жоқ, деп бала тағаны алмайды. Әкесі тағаны өзі алады. Әкесі ескі тағаны ұсталарға 3 тиынға сатады. Шие сатып алады. Әкесінің қолынан бір шие жерге түседі. Бала шиені жерден алып, жейді. Ол жерге түскен шиені 10 рет алып жейді. Әкесі баласына: көрдің бе, пайдасы жоқ, деп тағаны алмадың, шиені 10 рет алдың. Есіңде болсын, аз жұмысты қиынсынсаң, көп жұмысқа тап боласың. Азға қанағат ете алмасаң, көптен құр қаласың, дейді. Авторы Ыбырай Алтынсарин. Мәтінге қатысты балалар суреттер. Басты кейіпкер бізде әке және бала. Мәтінге қатысты суреттер: шие, таға. Жарайсыңдар, балалар. Енді орыс тіліндегі аудармасымен таныс болайық. Перевод рассказа на русский язык. Прочитаем рассказ. Балалар, бізге назар аударатын қанатты сөз: азға қанағат ете алмасаң, көптен құр қаларсың. Мәтін бойынша азға қанағат ете алмасаң, көптен құр қаласың деген екен әкесі. Яғни бұл мына соңғы сөйлемге назар аударамыз. 3-ші тапсырма: сұраққа жауап бер. Отвечай на вопросы. Жақсы балалар, мәтінмен таныстық. Қазақ тіліндегі, орыс тіліндегі нұсқалармен танысып оқыдық. Енді сұрақтарға жауап береміз. Әкесі жолдан не тауып алды? Әкесі жолдан ескі тағаны тауып алды. Бала тағаны алды ма? Жоқ, бала тағаны алмады. Әкесі тағаны кімге сатты? Әкесі тағаны ұстаға сатты. Әкесі не сатып алды? Әкесі шие сатып алды. Бала шиені қалай жеді? Бала шиені 10 рет еңкейіп алып жеді. Әкесі баласына не деді?
балам, азға қанағат ет. Азға қанағат етпесең, көптен құр қаларсың дейді. Жақсы балалар, диаграмманы толтырамыз. Дополните диаграмму. Өткен сабақта Қадиша мен баланы салыстыр. Сравните Қадишу и мальчика. Қадиша қандай бала? Қадиша какая? Бала қандай? Мальчик какой? Мына жерге жазып шығамыз. Қадиша қандай болды? Жалқау болды. Қадиша жұмысты ертеңге қалдырды. Қадиша қоқысты тастады. Қадиша анасына көмектеспеді. Ал бала қандай балалар? Бүгінгі өткен баланың бойында қандай қасиеттер бар екен? Соны жазамыз салыстырып. Сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар балалар. Келесі кездескенше.